Өзінше өзімді таныстырып. Жалпы қайырлы күн оқушылар, сіздермен бүгін біздер мүмкіндіктер жәрмеңкесі атты тренингті ұйымдастырамыз деп келіскен болатынбыз. Жалпы бұл жерде сіздердің сұраныстарыңыз бойынша осы аптада сіздерден сұраған болатынбыз, не керек, қандай жағдай жасауға болады деген секілді. Сол кезде көбіңіздің айтқандарыңыз мотивация тақырыбы болатын. Маған осы мотивация жетіспейді, маған мотивация керек деген секілді. Соны ойластыра келе біздер тек қана мотивацияны емес, сіздерге осындай үлкен мүмкіндіктер жәрмеңкесін ұйымдастырғанды жөн көрдік. Бұл жерде сіздерге қажеттінің бәрі айтылады деген үміттеміз. Және өзімді таныстыра кететін болсам, сіздерге осы оқу сауаттылығынан консультант болып жүрген Теміржан Айбат және қасымдағы Қазақстан тарихынан сіздерге консультант болып жүрген Алмаханова Айдана. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Алдымен сіздерден сұрайтын бір өтінішіміз, ашық алаң құрастырып алайық. Яғни біз сіздермен жасты адамдармыз, біздің де жасымыз 17-де. Тек сіздерден қарағанда бір сынып жоғары болғанымыз біздің басты артықшылығымыз. Сол үшін бір-бірімізбен ашық алаңда сөйлескеніміз жөн деп санаймыз. Сонымен қатар өздеріңізге ыңғайлы, яғни өздеріңіз қалаған форматта өздеріңіздің идеяларыңызды жіберіп отырсаңыздар болады, және сонымен қатар қалаған сұрақтарыңызды қысылмай қоя беріңіздер. Және біз эфиріміздің соңғы бөлімінде Дарын онлайнның мүмкіндігі жайлы айтамыз, және Дарын онлайн сыйлайтын грант бар, сол жайлы айта кетеміз. Және чатта белсенді болайық, араласайық, жазысып отырайық, сұрақтарға жауап беріп отырайық. Бұл ашық алаң, жаңа айта кеткендей, ашық алаң болсын. Ешқандай да қысылмаймыз, ешқандай да бір-бірімізден еш нәрсені бөгіп қалмайық. Біз сіздерге қалай әсер еткен болсақ, сіздер де біздерге солай әсер етіп отыруларыңызды сұраймыз. Ендеше бастайық. Бірінші сіздерді мазмұнымен таныстыра кетсек, бірінші бөлім ұбт-ға дайындыққа мотивацияны кімнен аламыз. Екінші бөлім алтын белгі иегерлеріне ұсынылатын 4 жылдық грант және Қазақстандағы ректорлық грант. Үшінші бөлім шетелдік гранттар және игерілмей қалған гранттар. Ең соңғы бөлім, 5-ші бөлім, ұбт алдындағы қорқынышты қалай жеңеміз. Сіздерге осы жерде сұрақ қоя кетсек, жалпы мотивация кімге керек деп ойлайсыздар? Және өздеріңіз мотивацияны кімнен аласыздар, неден аласыздар, сол жайлы бізге айта кетсеңіздер. Дәл қазір біз таймерға 30 секунд қостық. Осы 30 секундтың ішінде сіздерден кері байланыс күтеміз. Мотивация кімдерге керек деп ойлайсыздар? Және мотивацияны сіздер кімнен немесе неден аласыздар? Біздің беретін кеңесіміз, сіздер мотивацияны өздеріңізден іздеңіздер, және сіздердің ойлау қабілеттеріңізде ешқашан шекара болмау керек. Мотивацияны есекке де беруге болады, бірақ ол одан өзгеріп кетпейді. Тек мотивациясы бар, есекке айналады. Сол секілді мәселе де біздің миымызда. Яғни оның шешімін іздеу үшін бізге міндетті түрде мотивация керек деген сөз емес. Мотивацияны біз әрдайым өзімізден алуымыз хақ. Және бұл жерде жаңа айта кеткендей, ойлау қабілетімізде шекара болмау қажет. Яғни шекарасы бар адамдарға ғана мотивация керек деп есептейміз. Себебі біз және білеміз, біздің Дарын онлайнның оқушылары, яғни сіздер бұндай сатыда емессіздер деген үміттеміз. Сіздерге керегі мотивация болатын болса, сіздер оны өздеріңізден іздеңіздер. Камила Бекенова дұрыс айтады, үйдегілерден аламыз ғой мотивацияны дейді. Бірақ әрине, олардың сенімі, олардың алдындағы сенің бір міндетің, ол саған мотивация болуы да дұрыс. Әлбетте, әр адамда деградация болады, яғни деградация ол құлдырау. Бірақ сол деградацияны прогресске айналдыра білген адам ғана жақсы, яғни жаңа жетістіктерге жетеді деп айтамыз. Жаңбырдан кейін міндетті түрде күн шыққандай, жағымсыз сәттерден кейін де міндетті түрде жағымды хабар болуы хақ. Бұлай айтсақ, сынақ деген сөз қайдан пайда болған? Оның екінші баламасы бар. Ол емтихан. Ал әр емтихан сұрағының дұрыс жауабы болады. Дәл солай бізге берілген барлық сынақтың да өз шешімі болады. Яғни бұл жерде әр сынақтың шешімі бар деп отырған сөзіміз, ұбт-ның да басқаның да бір маңызды мәселесі, маңызды тұстары болғанымен де, бұдан бір шығар тығырық бар. Дайындықтан да, басқа да құлдырау сатыларынан да бір өзіндік бір мәселелеріңмен, өзіндік бір сенімің арқылы, яғни бұл жерде келіп тірелетіні өзіңе деген үлкен сенім болатын болса, сіздер ең үлкен сенімді,
ең үлкен жүкті өзіңізге ғана жүктеліңіздер. Ең бірінші өзімізге сенім артамыз. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап дейді. Яғни сен өзіңнің осы күнге дейін алған біліміңе сенетін болсаң, және ол біліміңді дамыту жолында еңбектенетін болсаң, сенің алдыңнан күн шығары сөзсіз. Және осы кезде сізден тағы да бір кері байланыс күтеміз. Сіздерге дәл қазіргі сәтте ұбт-ға дайындыққа не кедергі болып жүр, соны жаза кетсеңіздер, және сол кедергілердің барлығын эфирдің соңында бірге талқылайтын боламыз. Ол кедергі болғанмен де, мысалға, сіздер сенім арқылы да ол өзіңіздің сеніміңіз және ата-ананың сізге деген сенімі бар. Ол сенімді ақтау жолында сіздің мойныңызда үлкен жауапкершілік жатыр. Егер соны сезіне білген болсаңыз, сіздің дайындығыңыз жүйелі түрде болатын болса, ол жауапкершілікті сіздер ақтайсыздар деген үміттеміз. Және осы Дарын онлайнның дайындығымен көптеген жетістіктерге жетесіз деген сенім білдіреміз. Келесі сіздерге айта кететін басты тақырыбымыз және біздің бүгінгі эфирге арқау болып отырған тема ол мемлекеттік гранттан басқа гранттар. Егер сіздердің балдарыңыз жоғары болса, алтын белгі иегері болсаңыз, бірақ мемлекеттік грантқа түсе алмай қалсаңыз, не болмаса шектік балл жинай алмай қалсаңыз, қай жерге грантқа түсуге болады? Бірінші, академиялық мобильность арқылы. Келесі Алматы қаласындағы Тұран университетінің ректорлық гранты, СДУ СПТ емтиханы, московский гранттар, алмаю жеңілдіктері және сізге қазақстандық компаниялардан ұсынылатын стипендиялар. Ректордың ішкі білім гранты жайлы айта кетсем, бұл Тұран университеті жайлы. Біз қазіргі таңда осы Тұран университетінің студенттеріміз бірінші курс журналистика факультетінің ректордың ішкі білім гранты жыл сайын ішкі конкурстық реттеу нәтижелері бойынша тағайындалады. Іріктеу нәтижелері бойынша. Яғни, байқау нәтижелері бойынша келесі гранттар ұсынылады. Бірінші орын алған оқушыларға 4 жылдық тегін білім беріледі, ал екінші орынға 2 жылдық ақысыз білім, үшінші орынға 1 жылдық тегін білім. Жалпы бұл байқауға 20 маусым мен 24 тамыз аралығында тіркелуге болады. Осы Тұран.edu.kz сайтын жаттап алыңыздар, сіздерге ссылкасын жіберуге әзірміз. Тіркелу үшін университеттің қабылдау бөліміне де құжаттар тапсыруға болады. Тұран университетінің ректорлық грантының талаптары қандай? 4 жылдық грант алу үшін сіздердің ұбт балдарыңыз 95 балдан жоғары болуы тиіс. Және сіздер алтын белгі иегерлеріне ұсынылатын алтын белгі иегерлеріне претендент болуларыңыз тиіс. 2 жылдық грант алу үшін ұбт балы 95 балдан жоғары болуы тиіс, қызыл аттестат иегерлеріне ұсынылатын грант. 1 жылдық грант алу үшін сіздер 95 балдан жоғары балл жинауыңыз керек. Яғни бұл жерде атап өтетін басты жайт, сіздер 2 жылдық пен 1 жылдық грантқа түскен болсаңыздар, 2 жыл мен 1 жыл аралығында ақысыз бөлімге оқисыздар, кейін ақылы бөлімге ауысасыз. Бірақ бұл сізге 4 жылдық ақылы бөлімге оқығаннан қарағанда тиімдірек болады. Негізінде барлық университетте ректорлық грант бар. Біз сіздерге бүгін ең үздік, Қазақстанның ең үздік университеттерінің ректорлық грантын топтап алып келдік. Дұрыс айтасыздар, ректорлық грантта стипендия болмайды, бірақ та бұл өте қолайлы нәрсе. Тегін оқудың өзі, тегін жағдай жасалудың өзі бұл үлкен мүмкіндік деп есептеймін өз басым. Мысалға, сен ұбт-дан өзіңнің мемлекеттік грантқа жететін балды жинай алмауы мүмкін. Бірақ сен 95-тен жоғары жинап тұрсың, және сенің алтын белгің бар, сен ақша төлеп оқудан гөрі саған 4 жыл тегін оқу тиімді. Солай емес пе? Мысалға, жоқ, біздің айтып жатқанымыз Дарынның гранттары емес, Тұран университетінің ректорлық гранты әзіргі таңда. Ректорлық грант дегеніміз ол мемлекеттік емес гранттар, яғни сіздер мемлекеттік грантқа ілікпей қалсаңыздар, ректорлық грантқа құжаттарыңызды тапсыра аласыздар. Келесі айта кететін грант саны ол бізде SPT, яғни SPT ол СДУ грантының Сүлеймен Демирел атындағы университеттің ұсынатын гранты. Алматы қаласында орналасқан университет қазір SPT мектеп және колледж түлектеріне арналған өте үлкен мүмкіндік. Осы 2021 жылы SPT-ға 264 грант және жеңілдік бөлінді. Олимпиадаға кім қатыса алады дейтін болсаңыздар, Олимпиадаға тек 2021 жыл талап келеді. Яғни сіздер орта мектептің 11-12 сынып оқушылары, колледждің соңғы курс студенттері қатыса алады. Назарбаев зияткерлік мектебі 11 сынып оқушылары және 2020-2022 немесе басқа жылдың түлектері жоғары оқу орнының студенттері қатыса алмайды. Бұған сіздер секілді осы болашақ түлектер 2021 жылдың түлектері қатыса алады, бағын сынай алады. Грант немесе жеңілдік ұтып алған қатысушы қандай мамандықтарға түсе алады? Жеңімпаз таңдаған кластері жинаған ұпайы және ұбт таңдау пәндеріне сәйкес келетін мамандыққа грант алады. SPT кластер мен ұбт таңдау пәндері сәйкес келуі керек.
яғни SDUдің сайтында сіздердің тапсыратын бейіндік пәннің комбинациясы берілген. Сол комбинацияға сай сіздер өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызға тапсыра аласыздар. Бұл жерде бір артықшылығы, сіздер мамандыққа грантқа түсу үшін тек 2 ғана пәнді тапсырасыздар. Жеңімпаздар негізінен ұпай санына қарай анықталады. Яғни бұл олимпиада болғандықтан ең жоғары балдардан кезең-кезеңмен өткен оқушыларға гранттар ұсынылады. Үздік нәтиже көрсеткен алғашқы 264 грант деп айтып кеттік қой. Ең үздік 264 қатысушы жеңімпаз деп танылып, оларға осы Сүлеймен Демирел университетінің гранты ұсынылады. Тағы айтап өтетін жайт, SDU-ға құжаттарды 14 сәуірге дейін тапсыра аласыздар. Келесі ұсынылатын ректорлық грант ол Алматы менеджмент университетінің ұсынатын гранты. iMaster олимпиадасы бұл 100% грант немесе 50% жеңілдік, оқыту үшін 30% алудың ерекше мүмкіндігі. Олимпиада 3 турда өтеді. Біріншісі портфолионың бәсекелестігі, яғни сіздер бірінші тіркелесіздер, кейін портфолиоларыңызды тіркейсіздер. Келесі мотивациялық хат немесе эссе жазасыздар, және ең соңғысы ол сіздің ұбт нәтижелеріңіз. Келесі Алмаю университетінде де Тұран университеті секілді алтын белгі иегерлеріне арналған жеңілдіктер бар. Алтын белгі иегерлері 100% көлемінде, яғни 100% грант ала алады. Олардың балдары 100 балдан жоғары болуы тиіс. Келесі осы маусым ұбт-сында жоғары балл жинаған оқушылар, 100 бен 119 арасында балл жинаған оқушылар, бірақ грантқа түсе алмай қалса, оларға 30% скидка беріледі. Келесі 120 мен 140 балл арасында жинағандарға 60% жеңілдік беріледі. Және осы Алмаю университетінде тағы да бір олимпиада өткізіледі. Ол олимпиаданың аты Mega Chance 2 Points. Осы олимпиаданың жеңімпаздарына да 100% грант ұсынылады. Жалпы шетелдік гранттар жайлы айта кететін болсақ, бұл шетелдік гранттардың бір тиімділігі, бұлар ұбт нәтижесін қажет етпейді. Бұларға тек аттестат және өздеріңіздің шығармашылықтарыңыз және оған мотивациялық хат жолдау арқылы шетелдік гранттарға ұсынуға болады өзіңізді. Солардың бірі Түркия бурслар және Чехия, Польша және Белград елдерінің гранттары. Түркия бурслары Түркия стипендиялар бағдарламасына құжаттар тапсырудың шарттарын айта кетсек. Жалпы Түркия бурслар бағдарламасы 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде, бұл кезеңде сіздің аттестатыңыз, яғни мектеп бітіргендегі аттестат, сол және ұсыныс хатыңызға немесе тағы да басқаларға шығарған эссеңіз болсын, мақалаңыз болсын, кітапқа енген тұстарыңыз болсын, өзіңіздің жазған кітабыңыз болсын, жалпы айтқанда портфолионыз жіберіледі. Ал екінші кезеңнен өткендерде екінші тур күтіп тұр. Бұл жерде 100-100 кездесу өтеді. Бұл кездесу мысалға Алматы қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында, тағы басқа қалаларда Түркияның осы елшілігі бар Қазақстандағы, сол жерде өткізіледі. Егер сіз бірінші кезеңнен өткен болсаңыз, екінші кезеңге жолдама бергені сіздің почтаңызға хабарландыру болып келеді. Түркия бурсларға қандай құжаттар тапсыру керек? 3-4 сурет электронды нұсқасы болуы тиіс, жеке куәлігіңіздің көшірмесі, аттестат, ұбт сертификаты, бакалавриат дипломы және транскрипті, мақала, кітап жариялаған болсаңыз, соның сертификаттары, шет тілдерінен тапсырған сертификаттарыңыз, IELTS болса, сіздерге жоғары құндылық беріледі. Олимпиадаларға қатысқан болсаңыз, соның сертификаттары және ұсыныс хат. Ұсыныс хатты маманнан алғаныңыз абзал. Және сіздер осы 2021 жылдың түлектері Түркия бурсларына келесі жылы ақпан айында тапсыра аласыздар. Егер сіз 2 кезеңінде өтіп оқуға жолдама алған болсаңыз, онда қуана беріңіз. Бакалаврға жалпы 80 мың теңгеге жуық стипендия күтіп тұр. Сіздер енді бакалаврға тапсырасыздар ғой. Ол шамамен $190 деп есептелінеді. Және ақысыз жатақхана, ақысыз оқу, 1 жылдық түрікше тегін курсы, бір тиімділігі келу-кету ұшақ билеті тегін және оқып жатқан мезгіліңізде медициналық сақтандырумен қамтамасыз етілесіздер. Сонымен қатар Қазақстан көптеген, яғни біздің мемлекет көптеген мемлекеттермен серіктес. Соның ішінде Германияның 272, Францияның 59, Норвегияның 7, Чехияның 25, Польшаның 42 және Грекияның 30 жоғары оқу орны қазақстандықтарды грантпен қабылдауға дайын. Барлық грант саны 435. Біз сіздерге осы слайдты чатқа жібереміз. Осы ссылкалардың барлығы активный. Осыған кіріп, сайттарын зерттей аласыздар. Және тағы да бізде бөлінетін қаңтар айында игерілмей қалған гранттар бар. Игерілмей қалған гранттар жайлы бәріңізге белгілі шығар. Игерілмей қалған гранттар дегеніміз ол маусым айында сіздер ұбт тапсырасыздар. Оның нәтижесі тамыз айында шығады.
1 тамыз күні шыққан гранттан бас тартқан оқушылардың гранты жарты жыл бойында, яғни жарты жыл ішінде сұрыпталып, іріктеліп қаңтар айында өткізіледі. Сол қаңтар айында игерілмей қалған гранттар бөлінеді. Ең көп бөлінетін грант саны ол IT мен физика, математика және ауыл шаруашылығы саласы. Грант саны 300-ден астам. Керек емтихан, яғни сіздердің маусым айындағы ұбт-ларыңыз оған ешқандай құжат тапсырып қажет емес. Қаңтар айында тест центр сайтының зерттегендеріңіз жөн. Сосын біз соңғы бөлімге де тіреліп қалыппыз. Қорқынышты қалай жеңеміз? Жалпы сіздермен кері байланыс болатын болса, сіздер қорқынышты қалай жеңесіздер? Әрине ол ұлттық бірыңғай тестілеу аты айтып тұрғандай, ұлттық болғандықтан да өмірлік мақсатқа деген бір құлшыныстың бір дәлелі болғандықтан да сіздерден қорқыныш болуы өте орынды деп санаймын өз басым. Және сіздер ол қорқынышты қалай жеңесіздер? Айта кетсеңіздер. Немесе кім көмектеседі осы қорқынышты жеңуге? Қандай көмектер алып жүрсіздер? Біреу мысалы психологиялық көмекке жүгінуі мүмкін, біреу бір өзі қорқыныштың өзі жеңуі мүмкін, біреу тағы бір нәрсемен айналысуы мүмкін деген секілді. Қорықпасаңыздар тіптен жақсы. Сіздер өздеріңіздің қорқыныштарыңызды жазып біткенше, біз сіздерден бағана айтқан кедергілеріңізді талқылап өтейік. Жүйелілік болмауы неге бізді қолдамайды? Өтірік айтпай-ақ қояйын, әлеуметтік желілер жүйелілік болмауы достарының кері тартуы кедергі. Жалпы мына айта кеткен ғой, мотивация уақытша, мақсат мәңгілік деп. Негізінен осы мақсаттың өзі сізге мотивация болып саналады. Осы мақсатқа жетем деген құлшыныстың өзі, құлшыныстың енді бір баламасы мотивация ғой. Сондықтан да мақсатты да мотивация деп қарастыруға болады. Және жүйеліктің болмауын сіздер жеңе аласыздар. Өздеріңізге біздің айтар ұсынысымыз чек-лист құрастыру арқылы. Мысалға, осы аптаға мен тарихтан 300 сұрақ жаттауым керек деген секілді. Немесе 400 сұрақ. Және оны 5 күнге бөліңіз де қалған 2 күнде демалыңыз. Келесі апта мен тағы бір басқа сабақтан деген секілді. Негізінде осы кезде біз өзіміздің дайындық опытымызбен, дайындық тәжірибемізбен сіздермен бөліссек болады. Мен ұбт-ға осындай схемамен дайындалдым. Дүйсенбі күні маған 20 нұсқа талдау керек болды, және Қазақстан тарихынан 3 тақырып қайталау керек. Егер мен осының барлығын бір күнде бітіретін болсам, өзіме кешкі серуен сыйлай аламын, болмаса өзіме тәттілер сыйлай аламын, тәтті сыйлықтар сыйлай аламын. Ал егер бұны соңына дейін бітірмесем, келесі күн бойы мен бір кітапты оқып бітіруім керек деген секілді жаза ұйымдастырдым. Соның нәтижесінде қазіргі таңда біз жақсы Қазақстанның үздік университетінде грант оқудамыз. Яғни сіздер жүйелілікті тайм-менеджмент арқылы қалыптастыра аласыздар. Және неге бізді қолдамайды аналар дейді. Жалпы әрине былай да былай болуы мүмкін, тағы да басқа. Сіз ең бастысы оның сізге сенетінін біліңіз және жауапкершілікті сезініңіз. Сіздің қолыңыздан келетініне өзіңізге өзіңіз сеніңіз. Сонда ғана сіз нәтижеге жеткенде ғана қолдайды әрине. Қазір де қолдап жүр. Ол сізді қайрау мақсатында болуы мүмкін. Әр адамның түсінігі әртүрлі дегендей ғой. Енді қорқыныш мәселесіне келетін болсақ, мына жерде рас екен, дарында оқығандықтан болар көбіңіз қорықпайды екенсіздер. Жалпы және жазыпты мектеп мұғалімдері мен ата-анам көмектеседі деп. Әрине оның өзі дұрыс. Және біз айта кететін ұсыныстар, миларыңызды демалтыңыздар. Сәл де болсын ұбт-дан бір басқа нәрсеге, мысалы кітап оқыңыздар, спортпен айналысыңыздар. Үнемі сұрақ жаттау, үнемі бір тесттарды қайталай бергеннен гөрі миды да тынықтыру керек әрине. Бізбен кері байланысқа шықсаңыздар да болады. Біз сіздердің ағарткелеріңіз сияқты әрдайым сіздерге көмектесуге, психологиялық көмек беруге, тағы да басқасына әзірміз. Кез келген уақытта бізге жазсаңыздар болады. Және ең бастысы бұл өмірде ұбт емес. Соны естен шығармаңыздар. Біздің ұсыныстар сіздерге көмектеседі деген ойдамыз. Гранттар жайлы да, шетелдік гранттар жайлы да естен шығармаңыздар, біле жүріңіздер. Әрқашан да мүмкіндік бар. Егер мемлекеттік грантқа ілікпей қалсаңыздар, сіздер бірінші ректорлық грантқа тапсыра аласыздар Қазақстандағы. Оның стипендиясы болмайды, бірақ та сіздер стипендияға тапсыра аласыздар. Самұрық, Тайбурыл, сонымен қатар Конрад Аденауэр деген қордың гранттарына, яғни стипендияларына ұсына аласыздар. Сіздер бір семестр ректорлық грантта оқығаннан кейін, бір семестр, ол яғни қыркүйек пен қаңтар аралығында стипендия алмайсыздар, бірақ тегін оқисыздар. Келесі бір семестр бойы жақсы оқысаңыздар және сіздің орташа көрсеткішіңіз 4 балдан жоғары болатын болса, екінші семестрден бастап
сіз самұрық, тайбуру және конрад аденауэр қорының стипендияларына құжаттарыңызды тапсыра аласыздар. Оның барлығы сайтта көрсетілген. Сонымен қатар сізде мемлекеттік грант болмаса да грант, яғни лекторлық грант, сонымен қатар стипендия болады. Және айта кететін жайт, конрадтың, тайбурудың, самұрықтың стипендияларының құны 70 мың, 80 мың теңге көлемінде. Бұл мемлекеттік гранттан 2 есе көп. Біздер жаңа соңында айттық қой, дарын онлайнның мүмкіндіктері жайлы айта кетсек деп. Жалпы сіздер көбінесе сұрап жатасыздар. Біздер бонусты не үшін жинап жатырмыз? Бонус бізге не үшін керек деген секілді. Мысалға, кіші класстарға олимпиадаға тегін қатысу мүмкіндіктері болатын болса, сіздер үшін ең үлкен мүмкіндік 3 грант ұйымдастырылған. Жылдағы жоспар бойынша, мысалға, еліміздің үздіктеген университеттеріне, ал ең жоғары бонус бар 3 адам, және оның аттестатына және УБТ-дағы бағасына егер мемлекеттік грантқа егер болмаған болса, осы дарын онлайнның мүмкіндігі арқылы үздік болатын болса, бонусы ең жоғары болатын болса, грантқа ие болу мүмкіндігі өте жоғары. Сондықтан да тестті бір асықпай, нақты тақырыптарды, ол бір жағынан өздеріңізге де көмек болады. Сондықтан да тырысыңыздар, біз сіздерге сенеміз, дарын онлайнмен бірге дайындалыңыздар, шаршамаңыздар. Бастысы сіздерге сәттілік, біз сіздерге сенеміз. Енді сіздер өздеріңіздің кері байланысқа шықсаңыздар болады. Бізге қызықты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, не болмаса бүгінгі эфирден алған әсерлеріңізді бөлісе кетсеңіздер. Және тағы да көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Біздің міндет сіздерге көмек көрсету. Сіздердің бір жоғары балға ие болғандарыңызды, еңбектеріңіздің еш кетпегенін қалау. Осы дайындықтарыңыздың, дарын онлайнмен бірге жүріп жатқан дайындықтарыңыздың, тақырыптарды талдауларыңыздың, бізден сұрауларыңыздың еш кетпегенін қалаймыз. Сондықтан да осындай эфирлерді жиі өткізіп тұруға тырысамыз. Қанша балл алдыңыздар енді да, біз екеуміз де журналистика мамандығында оқимыз. Біз шығармашылық емтихан тапсырдық. Шығармашылық емтиханның ең жоғарғы баллы ол 120 балл. Біз ОБТ тапсырған кезде 40 балдан 32 балл жинадық. Кейін шығармашылық емтиханнан 80 балдан 80 балл жинадық. Қазіргі таңда Тұран университетінде грантта оқимыз. Жалпы шығармашылық емтихан арқылы негізінен көптеген мүмкіндіктер бар. Егер осындай бір мамандыққа кететін болсаңыздар, журналистика, театр, актерский деген секілді дайындықты тыңғылықты түрде жүргізетін болсаңыздар, тек қана 2 пәннен жоғары балдарды алып шығуға болады. Егер сіздер шығармашылық емтихан тапсыратын болсаңыздар, бізден көмек сұрасаңыздар болады. Біз кез келген уақытта сіздерге көмектесуге әзірміз. Дарындағы грантты өткен жылы 1 бала жеңіп алған, осы жылы біз 3 балаға мүмкіндік сыйлаймыз. Яғни дарындағы грантты 3 бала жеңіп алады. Ең жоғары бонус жинаған 3 оқушы аттестаты мен ОБТ бағасына да қарайды әрине. Бірақ та мемлекеттік грант алмаған болса, осы мүмкіндікке егер боласыздар. Мысалы, мен егер оқушы болған кезінде осы дарын онлайн мүмкіндігін білсем, міндетті түрде дарын онлайннан оқушы едім. Айтпа, бәріміз де осымен дайындалып, бонусты шығыртып тұрып жинар едік әрине. Біз сіздерден күтеміз, сұрақ, кері байланыс. Эфирде айтылмай кеткен дүниелер бар ма? Жоғары ол қанша шамамен? Жоғары бонус дегенде ол салыстырмалы түрде есептеледі. Былай айтсақ, мысалы, дарын онлайнда қазір бізде қанша бала оқып жатыр? Шамамен ОБТ-ға дайындалып жатырған оқушылардың саны көп әрине. Мысалы 10 мың бала деп алса, сол 10 мың баланың рейтингі шығады да ең жоғарғысы. Яғни бұнда жоғары деген шектік балл жоқ. Сол салыстырмалы түрде есептеледі. 5 пәнге қалай уақытты теңдей бөлсе болады деп. 5 пәнге уақытты сіз айтып жіберіңіз. 5 пәнге теңдей бөлуге болады әрине. Мысалға, мен сіздің орныңызда болсам, өзімнің қателігімді қайталамас едім. Оқу сауаттылығына көп уақыт бөлмес едім. Себебі, оқу сауаттылығын бір түсініп алған адам, мәтінді талдауды, стильді, немесе мәтіннің түрлерін бір оқып, ойына түйіп алған адам көбінесе қателік жібермейді. Даже 2 аптада 1 рет бір күніңізді арнасаңыз да жеткілікті оқу сауаттылығына. Ал тарихқа 3 күнімді арнар едім. Мен 2 аптаға деп бөлер едім 5 пәнді. 14 күннің 3 күнін демалысқа жіберіп, 11 күнде дайындалар едім. Және 1 күнін оқу сауаттылығына арнасам, 3 күнін тарихқа арнасам, және тағы математикалық сауаттылыққа 2 күнді арнасам, қалған сол 4 күнге 2 өзімнің сабағымды бөліп алар едім, бірақ таңертеңнен кешке дейін оқыр едім. Сол секілді
бір жүйе құрып алыңыздар, өздеріңізге чек-лист ұйымдастырыңыздар. Иә, бонусты егер құртқан болсаңыз, әрине бонус азайып қалады. Сосын рейтингіңіз төмендей береді. Мен мүлдем арнамаймын болғанда оқу сауаттылығына да көңіл бөлген жөн. Өйткені біздер көп сенім артық болған балдарды көрдік, өзіміздің құрдастарымызды, тағы да басқаларымызды. Әбден бір түптің түбіне келгенде, шайқасқа келгенде оқу сауаттылығынан аз жинап қалғандар бар. Оңай екен деп кейінге қалдыра беруге де болмас. Басты беретін кеңесіміз, сіздер барлық, мысалы 2014 жылдан бастап ұбт-ның нұсқаларын талдап шықсаңыздар, сіздерге ұбт-ға нақты ұбт кезінде хотя бы сол талдаған нұсқаларыңыздың ішінен бір әр пәннен 5-6 сұрақтан келеді, таныс сұрақтар болады. Математикалық сауаттылықтан балды қалай көтеруге болады? Негізінен математикалық сауаттылықтан келетін есептер жеңіл деп есептеймін, өз басым, мысалы мен үшін жеңіл деген секілді. Бірақ әр адамның деңгейі әртүрлі ғой. Сондықтан да бір шама болу керек. Мысалға, сіз өзіңіздің деңгейіңізді анықтап алыңыз. Сіз 3 кезеңге бөліп қарастырыңыз. Төмен деңгей, орта деңгей, жоғары деңгей деген секілді. Мысалы, бір орта ауру немесе бір дәрі беріп шығып кететін деген секілді, мына кісіге немесе операция жасау керек деген секілді, сіз өзіңізді бір пациент ретінде қарастырыңыз да сол деңгейден бастаңыз. Егер төмен деңгейде болсаңыз, ерінбеңіз, жалқауланбаңыз, төмен деңгейден бастаңыз, орта деңгейде болсаңыз, жоғарыға жетуге тырысыңыз. Рейтинг жеке шығады, Альбина ханым, рейтинг жеке шығады. Рейтинг жеке, бірақ сіз өзіңіздің бонусыңызды құртып тастасаңыз, онда ол бонус саналмайды грантқа. Мен барлық пәнімді уақытымен бөліп қойғанмын, бірақ уақыт жетпейді. Егер сіз уақытпен бөліп қойсаңыз, сол уақытқа қолыңыздың бір бос ауын немесе бос уақытыңызды арнап, сол уақытқа үлгеріп бір дайындалып отыруға тырысыңыз. Немесе осылай ғой, біз көбінесе жоспарлаған кезімізде өзімізге көп үміт артып қоямыз да. Мысалы, 1 сағаттың ішінде мен қазір 100 нұсқа талдап тастаймын деген секілді. Бірақ 1 сағаттың ішінде 100 нұсқаны талдау мүмкін емес. Сол үшін мүмкін дүниелерді жоспарлаған жөн. Мысалы, 1 сағаттың ішінде мен дәл қазір 10 нұсқа талдаймын, сол 10 нұсқаны талдап тастаймын деген секілді. Менің ойымша солай бір грант тек 11-ші класстарға. Бірақ сіз 10-шы сыныптан бастап оқысаңыз, 10-шы сыныптан бастап жинаған бонустарыңыздың барлығы ойнайды. Сіз грантқа келесі жылы түсуіңіз мүмкін, иә, грантты ойнатуыңыз мүмкін, бірақ 10-шы сыныптан бері жинаған бонустарыңыздың барлығы әсер етеді. Оқу сауаттылығы керемет, Дана апай күшті түсіндіреді. Рахмет, қуаныштымыз. Сонда рейтинг не үшін? Рейтинг сіздердің осы 11-ші класстың рейтингіне келетін болсақ, бонус рейтингіне келетін болсақ, 3 үздікке, жаңа айта кеткендей, осы Дарын онлайнның мүмкіндіктері, Дарын онлайнның 3 гранты беріледі. Егер сіздерде жақсы аттестат болатын болса, ұбт балы жақсы болатын болса. Грантты біздер сол ұбт-дан кейін бір белгілі уақытта салынады. Үнемі қадағалап жүріңіздер, сайтты болсын, инстаграмда болсын. 1 тамыз күні мемлекеттік грант ойнатылады. Сол мемлекеттік грантқа түспей қалған, бірақ нәтижелері жоғары, бонустары жоғары оқушылар сол кезде ойнатылады грант сондай оқушыларға. Нәтижем бір көрсеткіште тоқтап қалды, не істеймін дейді. Сіз бірінші білесіз ғой, иә? ұбт-дан мысалы тарихтан 15 сұрақ келетін болса, сол 15 сұрақтың 4-еуі 6-шы сыныптан, 4-еуі 7-ші сыныптан, 4-еуі 8-ші сыныптан, қалған 9-ші сыныптан болады. Ал 10 мен 11-ші сынып ол қайталау сұрақтары болады. Сол үшін сіз бірінші қай сұрақтардан қате кеткеніңізді қарап, сол тақырып қай сыныптың тарихына, мысалы қай сыныптың бағдарламасы екенін қарап алып, сол сыныптың бағдарламасын жақсылап меңгеріп алғаныңыз жөн. Бұл біздің өзіміздің жеке тәжірибемізден бір опыт. Біз сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Осылай қатысқандарыңыз үшін, біздерді қолдағандарыңыз үшін, кері байланысқа шыққандарыңыз үшін, білмегендеріңізді сұрағандарыңыз үшін, Дарын онлайнмен бірге дайындалғандарыңыз үшін көп рахметімізді айтамыз. Маусым ұбт-сы өткен соң қанша университетке құжат тапсыруға болады? Егер сіз шығармашылық емтихан тапсырмасаңыз, 5 пән тапсырсаңыз, онда 4 университетке тапсыра аласыз. Яғни 4 университетке 4 түрлі мамандыққа. Бейіндік пәндеріңіздің комбинациясы жететін мамандықтарға. Ал егер шығармашылық емтихан болатын болса, онда сіз тек қана бір университет таңдай аласыз. ұбт форматы өзгеріске ұшырауы мүмкін, өзгеріп жатыр. Сіздерге алдын ала хабарланып, барлық жаңалықтар хабарланып отырады. Мына жерде маусым ұбт өткен соң қанша университетке құжат тапсыруға болады дейді. Жалпы 4 университетті белгілесеңіз болады.
иә қателеспесек әлі де солай сол қалыптасатын болар. форматта қалды. Және сізге екі университет грант беруі мүмкін, үш университет грант беруі мүмкін. Сіз өзіңіздің таңдағаныңызға түсе аласыз. Ол жерде балдар ойнайды және адам санының көптілігі ойнайды. Сіздің таңдаған университетіңіздің рейтингі де оған әсер ете алады. Былай айта кететін болсақ, негізінде физика, математикаға грант көбірек бөлінеді, ал филология, қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі деген секілді мамандықтарға, яғни былай айтқанда лингвистикалық мамандықтарға грант азырақ бөлінеді. Университетке құжатты тапсыру үшін сол университетке барып беру керек пе? Оның барлығы коронавирусқа байланысты, яғни қазіргі пандемияға байланысты. Бізде мысалы осы жылы біз тапсырған кезімізде құжатты онлайн тапсырдық. Себебі коронавирус кезінде ешқайда шығуға болмады, көптеген шекаралар болды. Біз онлайн тапсырдық. Ал егер осы жылы пандемиямен жағдай өзгеретін болса, онда университетке барып тапсырасыздар. Бонус, ең көп бонус бар адамға. Да. Ең көп бонусы. Және сіздерге айта кетер жайт, біздерде олай бар. Мысалға, көп университеттерде Московский деген бар. Московский бағыты. Яғни бір шетелдің, Россияның, көбінесе Россияның осы бір университетімен келісімшартқа отырған. Университеттерден сұрасаңыздар болады. Ол университеттерге бір семестр оқуларыңызға болады. Яғни бір семестр сіз Қазақстанда жүре бересіз, бірақ шетелде білім алған секілді боласыз да, келесіде өзіңіздің қалап тұрған университетіңізге ауыса аласыз. Сол мысалға мен Тұран университеті арқылы Московскиймен түстім бе, бір семестрден кейін Тұранның официальный студенті боламын. Яғни бұл жерде сіздерге тиімділігі, бұл жерде ұбт-ның нәтижесі мүлдем қажет емес. Иә. Сіздер мысалға ұбт-ның нәтижесі ақылы бөлімге де жетпеуі мүмкін. Сондықтан да осы да бір вариант деп қарастырсаңыздар болады. Ізденіңіздер, сұраңыздар, біліңіздер. Тағы да айта кететін бар, ол академиялық мобильность, яғни сіздер университетке платныйға түсетін болсаңыздар, сол платныйдың ақшасына бір семестр бірінші осы Қазақстандағы университетте оқып алып, келесі екінші семестрде сіздер сол ақшаға за граница оқи аласыз, яғни шетелдік грантта ол сіздің университетіңіздің серіктестерімен байланысты болады. Дарынның пробныйы жақын арада өзгереді. Күтіңіздер. Осы айдың ортасында. Иә. 3 грант, біздің дарынның мүмкіндігі арқылы бөлініп жатырған. Оқасы жоқ. Сіздерге де көп рахмет. Амандықта, саулықта болыңыздар. Келесіде жүздескенше. Тағы да бір-екі сұрақтар қалып кетті, мүмкін жауап беріп кетеміз. Биохимияға да, именно медицинаға бөлінетін гранттар саны аз, бірақ та биология, химия пәні мұғаліміне, тағы да басқа бейінді комбинацияларға грант көбірек бөлінеді. Халықаралық қатынастарға грант орташа дәрежеде, көп те емес, аз да емес, негізінде балыңыз 100-ден жоғары болса, сізде грант болуы мүмкін. Келесі 300 грант. Жоқ, бізде Дарын онлайнда ұсынылатын грант саны 300 емес, 3 грант. Дарынның ұялтырлы гранты 3. Алмаю 264 грант ұсынылады. Қапы қалмаңыздар, олимпиадаларға қатысыңыздар, бақтарыңызды сынаңыздар. Негізінен ізденсеңіздер, осындай варианттар, осындай олимпиадаға қатысулар, документтерді жіберіп қойып тек шешімін күтіп отыратын нәрселер өте көп. Тек ерінбеңіздер, осылай талпыныңыздар, біліп жүріңіздер. Бонусты біз әлі ойнатқан жоқпыз. Бонус ол тамыз айында ойнатылады, яғни мемлекеттік грант ойнатылғаннан кейін барып қана ойнатылады. Енді біз өзіміздің эфирімізді қазір соңына жеткізсек, қарсы емессіздер ме, ешқандай сұрақтарыңыз жоқ па? Эфир сіздерге ұнады ма? 300 грант, 300 емес, 3 грант бөлінеді. Ректорлық грант. 300 грант ол бір университеттің, былай айтқанда, полностью бірінші курс студенттерінің былай айтқанда тақырға істеді ғой. 300 грант ол мүмкін емес. 300 грант дегеніміз негізінен Қазақстан бойынша бір мамандыққа бөлінуі де мүмкін. Осы эфирде бонус емес, осы эфирде сіздерге 2000 теңге ойнатылған болатын. Кім осы слайдтың ішінен Каспий кезектің эмблемасын байқады, сіздердің Каспий голдарыңызға бүгін 2000 теңге аударамыз. Таптыңыздар ма, таппадыңыздар ма, әйтеуір сол презентацияға мән беріп отырған оқушы тапты деп ойлаймыз. Презентацияның ішінде сол Каспий банктың эмблемасы жасырынған болатын. Казинфо туралы мәліметтер айта аласыздар ма? Негізінде Казинфо туралы мәліметтер ол біздің Қазақстандағы үздік университеттердің бірі. Қазір мен сіздерге толық Казинфоның приемныймен айтып берейін. Казинфо ол Абай атындағы университет қой. Не айтамыз?
казинпу туралы. Казинпу бізде қазақ ұлттық университеті, Педагогикалық университет. педагогикалық университеті. Оның ішінде, яғни контингентте кем дегенде 10 мың оқушысы оқиды. Сонымен қатар мына жерде тағы да Негізінен әр университетте, әр колледжде, әр жоғары оқу орындарын сіздер атауын Google-ге енгізіп қалған болсаңыздар, оның сайты нақты шығады. Соның ішінде барлығы тұрады. Қабылдау бөліміне қандай құжаттар керек, не істеу керек, не қою керек, қандай олимпиада болып жатыр, университетте қандай жаңалықтар бар, общагасында қандай орындар бар, бәрі де бір нақты мәліметтер беріледі. жақсы слайдты бір жүргізіп өтейік. Но как мы это сейчас пройдем? Давайте начнем вот так. Қазір 30 секундтың ішінде негізінде біздің ережеге жатпайды, бірақ сол үшін Жалпы біздер осыдан бастадық. Мүмкіндіктер жәрмеңкесі деп сіздерге таныстыра кеттік. 30 секундтың ішінде міне таймер жүріп жатыр. Сосын мазмұн айтылды, мотивация кімдерге керек деген сұрақ қойылды, мемлекеттік гранттан басқа гранттар жайлы айтылды, Тұран университетінің ректорлық гранты жайлы айтылды. Талаптары, SPT олимпиадасы, олимпиадаға кім қатыса алады, солардың саны, грант немесе жеңілдік ұтып алған қатысушылардың түсетін мамандықтары, жеңімпаздарды анықтау, кейін аймастер олимпиадасы, келесі бізде Алмаюдың талаптары, шетелдік гранттар, Түркия бурсылары, тапсыру керек құжаттар, бакалаврдың ұтып алатын жеңілдіктері, эмблема таптым. Скринді сіздер чаттарыңызға жібере аласыздар. Келесі бұл бізде Германиядағы гранттар, игерілмей қалған гранттар, қорқыныш және дарын онлайн мүмкіндіктері. 1 минут кетті ғой. Бірінші телеграмға кім жібереді, сонымен біздер байланысқа шығамыз. Жақсы ендеше, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сіздерге сәттілік ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Қош болыңыздар деп айтпайық, өйткені алдағы уақыттарда ұйымдастырылып тұрады. Кез келген чатқа, біздің чаттың барлығында барыңыз, бірінші қай чатқа келеді, скриншотпен, номерімен. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздерге эфир ұнады ма? Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақтарыңыз болса, біз эфирді жалғай аламыз ары қарай. Мүмкін күтесіңіздер. Айтыңыздар, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Көп рахмет, сіздерге ұнағанда қуаныштымыз. Алдағы уақытта тағы да ұйымдастырып тұрамыз. Айбат ағай өте күшті болды дейді. Көп рахмет, Өтеуп Иманғали. Айдан апай бәрі күшті дейді. Жасымызды ұлғайтып жіберіңіздер. Негізі сіздермен қатарыңыз былай алып қарасаңыздар, сондықтан да көп рахмет айтамыз сіздерге де. Сіздерде де осындай мүмкіндіктер бар, жиі қарастырыңыздар, біліп жүріңіздер. Дарын онлайнмен бірге болыңыздар. Дайындықтарыңызды күшейтіңіздер. Жақындап қалды әрине ұбт, бірақ та ол сіздерге қорқыныш болмасын. Сіздердің дайындықтарыңызға сенеміз. Қазір дәл осы жерде ең бірінші жіберген оқушыны Тұран, жоқ, Қазақстан бойынша ең үздік университеттердің рейтингі ол ұлттық сайттарда табысталған, бірақ біз өзіміздің ойымызша, өзіміздің пікірімізше жекеменшік университеттер бойынша ең үздік екені анықталды. Иә. Так, әрине ұйымдастырып тұрамыз. Ең бірінші бізге Каспийдің эмблемасын жіберген. Жандос мырза. Эмблема таптым деп номеріне дейін жазып жіберіпті. Көп рахмет. Сіздердің сондай мұқият болғандарыңызды қалаған едік. Ару деген қыз жазыпты, мен 17:31-де таптым, бірақ басқа жатқа жібердім деп. Сол жатқа жіберген уақытын бізге жібере аласыз ба? Егер 17:31-де болса, дәл қазір біз сізге чаттан скриншот жіберіңіз. Иә. Жақсы, біз сізді күтеміз, Иманғали. Тұранға тапсырыңыз. Кешке келетін шығарсыз, иә. Біз сіздермен қоштасамыз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Жақсы, біздер 2000 теңгені жібереміз, әрине, әлбетте
бірінші кімнің жібергенін анықтап аламыз. Телеграм чатқа жіберілу керек болған. Сау болыңыздар. Бірінші жіберген адамға осы 2000 теңгені ұйымдастырамыз. Бұл негізінен ақша болсын, басқа болсын, әрине ол мәселе емес. Біздің бір сіздердің мұқияттылықтарыңызды біздер қалай тыңдап отыр деген секілді, және бір осы эфирге кірсін, өздеріне керекті мағлұматты алсын деген бір ойымыз болғандығын. Сіздерге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сау Біз болыңыздар. сіздермен қоштаспаймыз.